Армысыздар құрметті тыңдарман. Қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Кафеде той керемет өтіп жатты. Бойдақ кезім. Сыныптас досымның үйлену тойы еді. Мен дружокпын. Шырттай киініп алғам. Күндіз барбершопқа кіріп, содан кейін баняға да түсіп, тап-таза болып, киініп тойға келдім. Қалыңдық пен күйеу жігіт мәз. Жолдас қыз мың майысқан сары ауыз балапан сияқты. Не тамақ ішпей, түк татып алмай қысылды да тұрды. Оның жібіт үзу қыз екенін байқаған соң, түк шықпасын білгеннен кейін, тура осы дайындықпен осы тойдан соң біреуді суточный пәтерге алып кеткім келіп тұрды. Келген жастар арасында да ондайға лайықтысын таба алмадым. Сосын залға көз жүгірттім. Жұмысым ауылда болып, қалаға көп шыға бермеймін. Дәл бүгін осы сәтті пайдаланып, біраз бел босатып, бір жолата ертесіне қайтам ба деп жоспарлап келген едім. Сонымен не керек? Жастар құрдастардан дым шанс жоқ екенін білдім. Әр стол, әсіресе жастар жақа телміре қараймын. Жемтік іздеген қарақұсша. Лайықты ешкімді таба алмадым. Ауылға бекер қайтам ба деп көңілім түсіп тұрғанда, сөзге шыққан коллектив арасынан ауылдас жеңгем көзіме оттай басылды. Оның жасы бізден 10 шақты жасқа үлкен, бірақ өте қызуғанды әйел. Үнемі осындай той-томалаққа жалғыз келеді. Күйеуі ауылда бір мекемеде әжептәуір басшы. Ол жұмыс бабы ма, әйтеуір көп шыға бермейді. Осы жеңгемнің өзі той-томалаққа жалғыз өзі барып жүреді. Осы Айсұлу жеңешем үнемі жалғыз жүретінін біліп алғам. Қысық көздері жылт-жылт етіп, сөзге коллективпен шықты, бірақ сөйлемеді. Коллективтегі үлкен басшылар ғана сөйлеп, қалғандары биледі. Ол үйленіп жатқан жігіттің шешесінің коллективтері. Сондықтан мен оны басында байқамағам екем. Қалалы жерде не істеп, не қойсаң да бәрібір. Не көп, жын ойнақ көп, бірақ оларға бара беруге қорқады екенсің. Себебі олардың көбісі жұқпалы неше түрлі жаман аурулармен ауырады. Бір жұқтырсаң, нағыз бәле сол. Әлі де 12-де бір гүліміз ашылмаған күйі ауру боп қалғың келмейді екен. Соның салдары да жаман болуы мүмкін. Қазір үйленген тәп-тәуір жігіттер балалы бола алмай жүргеннің көбісі кезінде сол жұқпалы жаман аурулардың кесірі болуы да мүмкін. Осыны ойлағаннан кейін таза адам іздейді екенсің. Той аяғы бола берген кезде мен биге түсіп, әлгі ауылда жеңгеме жақындадым. Биге шақырдым. Екі ұлы болса да, әлі дене пішімі қыздай жеңешемнің қолынан қысып-қысып белгі бердім. Бүгін қайтасыз ба деп құлағына тақалып сұрапталдым. Жымың етті де жоқ деді. Той аяғы мені күтіңіз дедім. Солай келісіп алдым. Антракт басталып кетті. Тойбастар алған қонақтар өре түрегеліп, баршасы тарқап кетті. Ортада кілең, биші жастар қалып, би билеудеміз. Әлгі жеңешем де сол жастардың ішінде мың бұралып билеп жүр. Құрдастар кафеге барамыз десе де, оған мен қарамай, әлгі жеңешемді білдірмей топ ішінен сытылдырып алып шығып, таксилетіп, индрайвермен микрорайонға, таныс бір квартираға алып келдім. Үйге кіре, екеуміздің құшағымыз айқасты. Бойы бәсең, арықша келген от жеңешемнің ерніне сүлікше жабыстым. Үстіндегі норка шубасының түймесін аша алмай, әуре сарсаңға түстім. Ол да мені әбден сағынған ба, өліп барады. Болмаған соң, өзі әлгі құрғыр түйме ма соны шешті. Аяқ киімді де әр жерге әзер шешіп, төсек тұрған төрге өттік. Жарықты жақпай, төсекке келе екеуміз де төсек үстіне құладық. Тойға дейін мәпелеп, мыжымайын деген қара костюмді шешіп, лақтырып жібердім. Шалбарым мен белдігімді Айсұлу жеңешем өзі шешіп берді. Өзінің үстіндегі арқасы түгел замок көйлек екен, оны ұстап едім. Замогы аяғына дейін бірақ барды да,
әдемі қара көйлегі сыпырылып жерге түсіпті. Даланың жарығынан оның үстіндегі қара төс тартқышы мен бұтындағы қара лыпасы көрінді. Көзім қараңғыға үйренді де мен оны көріп қалдым. Менің киімдерім шешілген күйі әр жерде лақтырылған, шашылып жатыр. Іш киім сыртынан жеңгем менің сайманымның сыртынан сыйпалап еді. Ол құрғырда қақайып темірдей болып шыға келді. Бұл жеңешемнің сырын білмейтін едім. Бір күні қыста қатты ауырып тұмауратып ауыл емханасына бардым. Система укол салдырдым. Себебі жүрегім қатты суықтаған екен. Осы Айсұлу жеңешем укол салып беретін. Ел аяғы басылған бір күні система салған ол менің қасымда отырып қалды. Ол маған сол кезде өз әңгімесін айта бастады. Әйтпесе, менің ол жеңешемде бөтен ойым болғандай емес. Өзі бастап, күйеуім төсекте өте әлсіз, құшағы қауқарсыз, өзі сондай денелі болса да, деп менің көзімше сондай әңгімені қойып қалмасы бар ма? Ал мен аң-таң қалып ойланып қалдым. Ал ол әңгімесін жалғастыра берді. Өз тірлігін бітіріп алып, теріс қарап жатады. Мен болсам, одан түк те ләззат алмаймын деп соғып отыр. Шалқамнан кушеткада тікесінен жатқан менің бұл әңгімеден соң бір жерім жыбыр етті де қақайып шыға келді. Қырағы көз жеңешем мұны байқап қалып, сұлуғайным-ау, сенде дүние баршылық екен ғой, үндемей жүре бересің бе? Жеңешеңнің қарызын өтемейсің бе деп қалжыңдады. Көңіл күйі көтеріліп кетті. Мен қысылып, ұялып қалдым. Содан жазылып кеткелі әлгі жеңешемнің сөзі құлағымнан ызыңдап кетер емес. Көп ұзамай қыс бітіп ауылға Наурыз мейрамы келді. Сол кезде көше болып Наурыз мейрамына дайындалып жаттық. Әр көше болып дайындалған соң кешкісін бір үйге жиналып бастайтынбыз. Мен көшенің басында, ал жеңешем аяқ жағында тұрады. Дайындыққа ел аяғы басылып, кешкі тамақ ішілгеннен кейін баратынбыз. Жеңгем де келген екен, оны шығарып салдым. Жолда үйіне жетпей, бір қуыс қалтарыста оны еңкейттім да ісімді бітірдім. Басқа амал жоқ. Дәл өзінің үй жағы. Оның үйі көше бойында емес, қуыс қалтарыста болатын. Дәл сол қуысқа өзі ертіп апарды да, тікеден тұрып сол жерде оның қалауын, өз қалауымды орындадым. Менің үлкен қылышыма риза болған ол, содан кейін осы тойда көріп адам сияқты екеуміз төсекке де жетеміз-ау деп ойладық-ау. Оны әбден аймалап, шілтерлі қара іш киім сыртынан қос алмасынан сүйдім де, дәу саусақтарыммен қысып есін шығардым. Бірақ төсі тым кішкентай екен. Онысы маған ұнамады, себебі уысым толмады. Сосын кіндік тұсына төмен қарай тіл ұшымен түсім де кіндігін айналдыра шеңбер сызып қытықтай бастадым. Оны әбден еркелеттім. Денесі икемді екен. Тал шыбықтай майысып, қалай икемдесең солай бұрала береді екен. Сүйіп жүріп оның үстіндегі қалған лыпасын өзім шешіп тастадым. Әппақ керімдей тартылған оның екі аяғын айқара ашып, ортасындағы ыстық үңгірге өз қылышымды ендеп енгізе бердім. Ах деп, оның даусы қатты шықты. Жәймен басталған бір қалыпты ырғақ біртіндеп, екпіндеп ыстық үңгірге бауыр басып, одан шыққысы келмей, басын қайта сұға берді. Екі аяғына еге бола алмай қалған соң, оны тік көтеріп, иығыма ілдім де, ары қарай ыстық үңгір саяхатына армансыз ендім. Аяғы талды ма, әлде бұдан жалықты ма, жеңгем енді аяқтарын жинай берген соң, оның мазасы кеткеннен кейін, мен оны белінен ұстап, бір айналдырып теріс қаратып жатқыздым да, арт жағынан икемдедім. Ішіне екі жастықты қатар үстіне қойып бердім де, еңкейтіп қойып та, біраз сілтеді-ау. Біраз уақытқа дейін тоқтамай, неше түрлі әдіспен ақ жеңешемнің ризашылығын әзер дегенде алдым-ау. Қылығы
есті алып бітті. Қылпып тұрған қылышым әлі жауға шабар түрі бар. Bir дем алып, тыныстап алған соң, тағы да бір майдан басталып кетті. Таң атқанша бойдақ қайнысы мен жеңгесі төсекке тыныштық бермеді. Екеуміз де майдангер болып, бар білгенімізді жасадық. Тойда шарап па, әлде ішімдік ұрттаған ба, жеңешемнің қимылы да еркін де батыл, ол маған ұнады. Таң ата сол айқасқан күйі екеуміз әбден шаршап ұйықтап кетіппіз. Күн тас төбеге шығып кеткен кезде атып-атып тұрып, жуынатын бөлмеге жүгірдік. Екеуміз сол үйден бөлек-бөлек шығып, өз жөндерімізге тарастық. Содан бері осы жеңешеммен болған сол бір тәтті түн әлі еш есімнен кетпейді. Қазір әйелім бір ұлым бар. Әйелімнің қимылы төсекте сол бір қылығына мен де риза емеспін. Әлгі жеңешемді аңсап тұрамын. Бүгінде астымда өз көлігім бар. Жеңешеммен бір қалаға баруға жолым түспей жүр. Балдай тәтті қылығы есімнен еш кетер емес. Ал күйеуі қызу қанды әйелінің қалауына мән бермей, өз ісін ғана тындырып, тыныш қана жүр. Сөйтсем, мен ақ жеңешем, жалғыз мен емес, ауылда менен басқа да біраз қайындарының көңілінен шыққан сияқты. Кейіннен келіншегіммен бір тойға барсам, менің сүр бойдақ бір сыныптасыммен бірге той соңында қалып қойыпты. Оны көріп, мен аппақ жеңешемді одан іштей қызғанып жүрмін. Оның ашуын байқұс өз келіншегімнен үйге келген соң түнде төсекте содан алдым. Төсекке түк үйкемің жоқ, суық әйелсің деп, оның көңіліне қаяу түсірдім. Ал өз төсегінен жылу көрмеген қызу қанды жеңешем ауылда біраз қайныларымен сауық сайран құрып, кезі келіп, мүмкіншілік болса, өз құмарын қандыратын сияқты. Мұны ауыл біраз біліп қалған. Осы әңгімеден кейін мен ақ жеңешемді мүлде қызғанбайтын болдым.